Ержан Қаламбайұлы бұл диджитал журналының жайғасып алыңыздар. Енді біздің байқап отырсаңыздар, осы сессияға панельге шығып отырған азаматтардың кем дегенде бірнеше бағыттағы видео басқарып отырған азаматтар, бизнес форматтағы телеарна, аймақтық телеарна, біздің Асхаттың үлкен зерттеуі бар. Сол туралы бізге зерттеулердің қорытындысын ортаға салса деп ойлап отырмыз. Және бізге жаңадан қосылған, жаңадан интеллектуалды бағыттағы журнал кезінде осы диджитал форматта тағайындап, осы тұрғыда жақсы үлкен жетістіктерге жетіп отқан басылым бар. Сол сияқты осы тұрғыда енді ең алдымен біз сессияның бәрімізге бір ой салатын жақсы зерттеу жасаған екен Асхаттар. Өзің Асхат бастап айтып түсіндіріп берсең. Қайырлы күн, мен есімім Асхат. Мен сіздерге қазір 3 түрлі жүргізілген Қазақстандағы және Орталық Азиядағы зерттеуді медиаға қатысты жинақтап қысқаша таныстырам. Сол зерттеуден кейін бұйырса біздің осы менің әріптестерім әрі қарай талқылауды жалғастырады. Біздің сессия негізінен қазақ онлайн осы нәрсе есте болсын. Біз негізгі әңгіме онлайн контент, көбінесе айтатын әңгіме, яғни print журнализм емес, яғни газет, журнал емес, көбінесе әңгіме бұл шарада негізінен бізге де айтылған сол болды, онлайн контент. Интерньюс Қазақстан Орталық Азия елінде, яғни Қазақстан, Өзбекстан және Тәжікстан елінде адамдар ақпаратты қалай тұтынады, медиа сауат деңгейі қандай деген сұраққа жауап іздеді. Себебі осы сұраққа жауап табылатын болса, әрі қарай біз қандай контент оларға беруіміз керек және Қазақстандағы медиа ұйымдар қалай жұмыс істеу керек деген сұраққа жауап табу жеңіл болады деген ойда болды. Интерньюс Қазақстанның жасаған келесі бір зерттеуі ол Қазақстандағы медиа қауымдастықтың өкілдерінің арасында жүргізілді. Қазақстандағы аймақтағы және қаладағы медиа қауымдастық өкілдерінің қазіргі көңіл ауаны қалай? Бірінші сессияда ол сәл-пәл сезілді, байқадыңыздар. Бірақ сарапшылардың ішінде Интерньюстың зерттеуінде одан да қызық мәліметтер болды. Және үшінші зерттеу осы шараға келмес бұрын арада отырған редакторлар, басшылар сіздерге сауалнама жіберілген. Сол сауалнама толтырғандарыңызға рахмет. Сол сауалнаманың кейбір тұстарын бүгін сіздермен бөлісем. Осы жиыннан кейін біз бұйырса тағы шағын бір зерттеу жасаймыз мәтін күйінде. Сосын ұйымдастырушылар ол мәтінді барлықтарыңызға әрі қарай таратады деп үміттенемін. Так, кликерді, окей. Бұл жалпы 3 елдің ішінде адамдар ақпаратты көбіне қайдан алады деген сұраққа жауап. Байқап отқанымыздай 3 елде де бірінші орында теледидар алғашқы орында тұр. Қазақстан да дегенмен Өзбекстан және Тәжікстанмен салыстырғанда сәл-пәл аз, яғни 60% болып тұр. Бірақ тұтастай алған кезде Орта Азия өңірінде әлі де болса теледидар жалпы қарапайым халық үшін негізгі ақпарат көзіне айналып отыр. Одан кейінгі орында байқағанымыздай, және ол жағдай Қазақстанда әлдеқайда жоғары, әрбір екінші адам Қазақстанда дерлік негізгі ақпаратты интернеттен аламын деп көрсеткен. Одан кейінгі орында сіздеріне көк түске назар аударсаңыздар болады. Бұл Қазақстанға қатысты деректер. Одан кейінгі орында тұрған бізде тең дәрежеде делік болады. Ол әлеуметтік желі және туған туыс немесе дос-жаран ақпарат негізінен осы 3 көзден келеді екен. Яғни бірінші теледидар, одан кейін интернет, одан кейін туған туыс немесе әлеуметтік желі. Бүгінгі Қазақстанның адамын ақпараттық кеңістігі негізінен осы
үш дүние тікелей әсер етіп отыр деуге болады. Радио Тәжікстанда ғана қазір оқ бойы алда, ол елде әлі де болса радиоға деген сұраныс жоғары, кешірім сұраймын. Одан кейін кітап қызықпаймын дегендер, бізде бұл тенденция келесі жылы, одан кейінгі жылы қалай болатыны қызық, себебі бұл Интерньюстың 5 жылдық жобасының бір саласы, бөлігі, сондықтан біз ары қарай бұл тенденцияның қалай болатынын көргіміз келеді. Сонымен есте сақтайтынымыз, әрбір Қазақстандағы екінші адам интернетті негізгі ақпарат көзі ретінде қарастырады екен. Енді сонда интернетте не істейді деген сұраққа келетін болсақ, яғни орталық Азия еліндегі тұрғындар, қарапайым тұрғын, ол интернетте сонда көбіне уақытын қалай өткізеді, немесе оны тікелей қолдануға не түрткі болады дегенге келетін болсақ. Бұл залда отырғанымыздың барлығымыз бұл категорияға тікелей жатпаймыз, себебі біздер барлығымыз бұл кәсіби маманбыз. Сондықтан осы нәрсе қаперіңізде тұрсын, яғни біз өзімізді, яғни контент жасаушы эксперт мамандар және контент тұтынушы адамдармен үнемі бірдей қарай беру, ол бізді дұрыс ойға жетелемеуі мүмкін. Сонымен бірінші орында бізде тұрған ол entertainment деген айтамыз, яғни көңіл көтеру үшін қолданады, ол әлеуметтік желі арқылы сөйлесу, негізгі коммуникация құралы ретінде қарастыру, одан кейін жаңалық оқу және фильм, сериал қарау. Қазақстанда негізгі тренд, тенденция сол. Басқа Азия елдермен салыстырғанда, яғни Тәжікстан және Өзбекстанмен, әрине Қазақстанда бізде интернет арқылы төлем жасау, төмен жағын көріп отырсыздар, банк қызметін пайдалану, электронды ақша арқылы тауар сатып алу, әрине бізде ол Қазақстанда әзірге жақсы жолға қойылғандықтан, біз қазақстандықтар интернетті қолдануда электронды сауда жүйесіне көштік. Бұған не үшін тоқталып отырмын? Бұл біздің сессияда айтылатын дүние, яғни электронды сауда контентті сатуға бола ма? Біздің аудитория дайын ба деген сұраққа, иә, біздің аудитория электронды дүниені сатып алу және сатуға дайын және оған машықтанған, бізде сол нәрсе келе жатыр дегенді көруге болады. Себебі бұдан бірнеше жыл бұрын адамдар картаның өзін қолдануға қорқатын, банкоматқа барса, картадағы ақшаны бірден шешіп алатын. Қазір картадағы онлайн ақшаның өзін кәдеге жарату тенденциясы бізде көріне бастады. Және бізде жасаған бір зерттеуде қосымша сұраған кезде медиа сарапшылардан, адамдардан сіз қанша теңге дайынсыз төлеуге айына деген кезде онлайн бір контент сатып алу үшін 2000-3000 теңге төлеуге қарсы емеспін деп орташа деңгейде негізгі жауап сол болды. Яғни Қазақстандағы адамдар тұтынушы бір контент үшін 2000-3000 теңгесін төлеуге дайынмын деген біз жауап алдық. Келесі бір қызық мәлімет бізге кездескен, бұл нақты қазақ тіліндегі аудиторияға байланысты. Сіздер бұл санды қазір миларыңызда қорытпай тұрыңыздар, себебі мен оны түсіндірейін. Бұл себебі басқаша тәржіме болып кетуі мүмкін. Бұл сауалнамаға жалпы Қазақстандағы 18, бұл әлеуметтік сауалнама, әлеуметтік демографиялық сауалнама, Қазақстанның географиялық, демографиялық ерекшелігін ескере отырып, әр өңірден адамдар іріктелді. Егер ауыл мен қазақ пропорциясы, қала пропорциясы біздегі демографияға сәйкес ұсталды. Нәтижесінде біз нені көрдік? Онлайнда тек қана қазақ тілінде және басқа тілдерде тұтынбайтын яки білмейтін адамдар 10% біз деп айтты. Яғни біз тек қазақ тілінде ғана ақпарат тұтынамыз деді. Бірақ қазақ және орыс тілінде тұтынатын адамдар, яғни билингвалды категория, бізде 32-де 1%. Егер екеуін біріктіретін болса, бізде қазақ тілінде контентті тұтынатын адамдардың саны өсіп бара жатыр деген тенденцияны біз көреді екенбіз. Себебі ол тек қана орыс тілінде тұтынатындарға қарағанда, яғни қазақ немесе қазақ және орыс тілінде тұтынатындардың үлесінің басым екенін біз байқай бастадық. Бізге жеке өзіме қызық болатыны, енді келесі зерттеуде билингвалды категория өседі ме, жоқ әлде монолингвалды, яғни тек қана қазақша тұтынатын категория өседі ме деген сауал маған қызық, және бұл гипотезаны тексеру үшін әрине бір зерттеу жеткіліксіз. Сондықтан бізде қоғамда медиа зерттейтін, контент зерттейтін, оны жүйелі жолға қоятын бір медиа ғылыми ортаның қалыптасуы аса қажет. Енді
Қазақстан Республикасында жақсылы жаманды бізде бақ туралы онлайнды тіркесең де болады, тіркемесең де болады деген қызық дүние бар. Біз барлығымыз автомат түрде Фейсбугі, Инстаграмдарда медиамыз, бірақ сіз мемлекеттен ақша алғыңыз келсе, яки ресми жиын тойға қатысқыңыз келсе, сіз бақ ретінде тіркелуіңіз қажет. Қазақстан Республикасының ақпарат министрлігінің сайтында, оларға көп рахмет, ашық дерек көзінде осы дерек көрсетілген, бақ ретінде 540 онлайн ресурс тіркелген. Арада тіркелген азаматтар отыр, көп сайттардың тізімін көрдім. Бізде екі категория бар. Біреуі ақпараттық агенттік ретінде тіркелсеңіз болады, немесе сайт, немесе желі деп тіркелсеңіз болады. Енді осы екеуін ара жігін ажырататын болсақ, ақпараттық агенттіктің жұмыс істеу функциясы кеңірек, көбірек, бірақ тіркелу жағынан сәл кішкене күрделірек. Ал жай ғана сайт немесе желі ретінде тіркелу, ол жеңілдеу. Бірақ екеуі де онлайн ақпарат таратады, яғни 540 тіркелгені бар, тіркелмей жұмыс істеп жатқандар да бар. Осы тіркелгендердің 468-і қазақша және басқа тілдерде ақпарат ұсынамыз деп жазған. Осыған сараптама жүргізілді. Қазір біз Alexa деген үлкен трафик аналитикалық платформа негізінде жасап жатырмыз. Аудиториясы шамамен орталама қанша болады дегенді. Бір қызығы, біз сіздерден сұраған кезде, сіздің ресурсыңыздегі аудитория шамамен қанша деп, осы форумға келетін адамдарға сауалма жасаған кезде, сіздердің берген жауаптарыңыз бізге шамамен орташа есепте алған кезде, біздің онлайн ресурсымызды қазақша қарайтын 5000 және 3000 5000-ның арасында тұрақты аудиториямыз бар деген жауап алдық. Бұл сіздердің бізге айтқандарыңыз. Әрине, бұл категорияға біз бұдан көп аудиториясы бар сайттарды кіргізбейміз, бірақ бұл біз әзірге біліп отқан орталама аудитория, яғни 3 пен 5000-ның арасында қазақша контент тұтынатын адам бар деген жауапты біз сіздерден алдық. Енді мынау соңғы 2 слайд менде, бұл сіздерден осы форумға қатысушылардан келген жауап негізінде көрсетіп отырмын. Бұл тікелей қалай өмір сүріп отырсыздар, қалай қаржылық тұрақтылық қайдан келіп отыр деген сұраққа жауап. Негізгі көпшілік, бізде ақылы жазылым деген және басқа табыс көздері, мемлекеттік тапсырыс дегенді жауап берген. Яғни бұл бір дегеніміз ең кішісі деп көрсеткен екен. Бірақ бұл жерде кейбір адамдар сауалнаманы толтыру барысында түсінбеген болуы мүмкін. Бірақ біз байқап отқанымыз пропорцияны көк түстерде негізінен басқа табыс көздері және мемлекеттік тапсырыс деген. Себебі біз сіздерге келесі сұрақты қойған кезде осы сауалнамаға жауап бергендердің 60% мемлекеттік тапсырысқа қатысамыз деп жауап берді. Так, яғни мемлекеттік тапсырыста, яғни 70%-ға жуығы біз мемлекеттік тапсырыстан үлесіміз бар. Біздің негізгі қаржы тұрақтылығымызға кепіл болып отқан дүние осы мемлекеттік тапсырыс деп айтап өтті. Интернюстың келесі бір зерттеуі медиа қауымдастан сұрадық. Енді не істеу керек? Себебі түсініп отырмыз. Мемлекеттік тапсырыс бізге ары қарай көмектесе алмайды деген кезде бірнеше эксперт, аймақтық және республикалық аймақтағы эксперттер бұнда жауап берді. Біз түсінеміз, тенденция бар. Шамасы келген іскерлік басылымдар мемлекеттік тапсырыстан бас тартып, қазір жарнама жолменен ақша тарту жағын қарастырып жатыр. Келесі бір айтылған ұсыныс, мемлекеттік тапсырыс қалсын, бірақ ол қазақ тіліндегі сияқты, мәселен бағана неге кезет айтып отыр, сараптамалық контенттер, яғни жарнама тарту қиындау, бірақ қоғам үшін аса маңызды дейтін дүниеге қазақ тіліндегі біз мемлекеттік тапсырыстың үлесін қалдыруымыз керек деген осындай пікірлер айтылды. Мен осы жерден қазір кідірем. Зерттеу бұмен аяқталған жоқ. Зерттеудің толық нұсқасын сіздер Интернюстың ресурстарынан сары дорбаның ішінде қағаз бар. Соның ішінде сайтта толық 80 беттік зерттеу тұр, және қосымша зерттеуді көре аласыздар. Мен осы жерден тоқтатайын, себебі ары қарай осы тақырыпқа тұздық болады деп ойлаймын осы айтылғандар. Барғанша бір ойланатын бір ортақ сұрақта есептеңіздер, жаңа 468 деген орнына жайғаса бер, 468 деген сайттардың біразын енді танимыз, жақсы араласамыз, білеміз, ақылдасамыз. Мысалы үшін жаңағыдай өзің айтып қалдың, респонденттердің біразы ақылы контентке дайын дедің.
иә, осы тұрғыда мысалы үшін біздің қазақ баспасөзіндегі қазақ сайтындағы бір үлкен мәселенің бірі жаңа неге 70% мен тапсырысқа барады. Өйткені аудиторияға сенім жоқ қой. Мысалы үшін мен өзім талай сайттарға кино көргенде, мысалы үшін ақшамды төлеймін карточкамен, бірнеше газеттен, бірнеше сайтқа кәдімгі ақылы жыл сайын жазылып отырамын. Ресей үшін кәдімгі үйреншік нәрсе болып кетті. Мысалы үшін сайтының жоғары жағында бізге көмек еткің келсе, осыншама донат аудар немесе осындай неге. Біздің қазақ баспасөзінде бұл әлі дәстүрге кірмеген. Бір жағынан біздің қазақтың ұялатын да сияқты. Бірден жұмысты бастамай жатып, әлгі жылу жинағандаймыз ба дегендей. Сосын екінші жақ айтады, біздің қоғам өзінің таңдауы үшін ақшасын құюға неге дайын емес деген сияқты. Біздің жұрт интернеттегі ақпаратты бір ауа сияқты қабылдайды деген түсініктер бар ғой. Осыған көзқарасың қалай? Және алдағы жылда бұл тренд өзгеруі мүмкін бе? Жаңағыдай біздің қоғам өзінің қалтасынан, карточкасынан ақшасын шығарып, жақсы материал үшін немесе біздің мысалы үшін бүкіл интернеттегі ақпараттар ашық жатады. Ведомости, біраз газеттерге кірсеңіз, 10-15% ғана ашып қояды да, енді осыны көргің келсе, тиын төле деп отырады. Біз осындай жағдаятқа дайынбыз ба монетизацияға? Иә, біз жасаған зерттеу дәл қазір қазақ онлайн медиасына өте керемет мүмкіндік туып тұрғанын көрсетіп отыр. Себебі аудитория ақша төлеуге дайын және кейс ретінде бәрі барды айтуға болады. Яғни олар мемлекет тапсырыс алған күннің өзіне негізгі бастама ретінде олар контентті жарнамалық үлес арқылы тапты. Яғни бұл кейс бізге қазақ тілінде аудитория сапалы контент болса, онда әрі қарай мемлекеттік тапсырыс үлесін азайту арқылы жарнаманың көмегіменен өмір сүру мүмкіндігі бар екенін көрсетеді. Бұдан басқа да бізде қазір іскерлік контенттер бар осы сипаттағы. Енді біз осы сұрақты сұраған кезде медиа қауымдастық өкілі айтады, бізде негізгі 3 қиындық бар дейді. Біріншісі дейді, ол заңнамалық қиындық деді. Олардың айтқаны, біздің Қазақстанның медиаға қатысты заңдары бізге қазір еркін жұмыс істеуге мүмкіндік бермей отыр деді. Екінші деді, бізде қиындық деді, ол кадрлардың біліктілігі деді. Себебі сауалнамаға, бүгінгі сауалнамаға жауап бергендердің 70% журналистік біліміміз жоқ деп жауап берді. Яғни ол бүгінгі осы форумға келгендердің ішіндегі сауалыма жауап бергендер, үшіншісі мемлекеттік тапсырыс деп жауап берді. Енді егер осы біліктілік, яғни медиа менеджмент, егер қазақ онлайн контент жасаушыларға медиа менеджмент, яғни бизнеске айналдыру, сату процесі дегенді қазақстандық үлгіде көрсететін болса, себебі қазіргі кемшілік бізде шетелдік үлгіні көп айтады, бірақ ол бізге топ етіп, бізге көп сәйкес келмейді. Себебі дайын рецепт жоқ. Wall Street Journal'дың әдісі біздің мәселен неге кезетке келмеуі мүмкін. Ол неге кезеттің өзін уникалды Қазақстанның аудиториясын тексере отырып жасау керек. Тағы бір айтатын дүние, біздің онлайн аудиторияны сұраған кезде өкінішке қарай көпшілігі аудиториясын зерттемейді екен. Өткен жылы Chartbeat деген керемет жобаны алып келді. Бізде Қазақстанда біраз сайттар қосылды. Ол үлкен мүмкіндік. Chartbeat ресурс арқылы аудиторияң кім, сағат нешеде кіреді, қай контентімді көреді дегенді білу арқылы соған лайықтап отырып аудиториямен жұмыс істеу жақсы мүмкіндік болатын еді. Осы мүмкіндікті жіберіп отырған сияқты біздің қазіргі онлайн контент жасау ресурстар. Осы жаңа сенің сөзіңе тілге тиек болсын. Ал енді ақша мәселесін айтып қалдық. Ақша мәселесін айтқан кезде біз ең алдымен атамекен еске түседі. Кешегіде айтқанда бізде жалпылары көп еді. Сөзіңізге бір кішкене дайындық болсын. Рахмет. Мынадай мәселе ғой. Мінекей сіздің канал тек қана эфирде ғана емес, біріншіден жаңа интернетте де, әлеуметтік желіде де бар. Бір жағынан, екінші жағынан енді қанша жыл өзімізді танимын, мысалы үшін бәрімізді медиа құрылтай болсын, басқа да болсын, Гэллоп сияқты ұйымдармен арпалысып келе жатырмыз жыл сайын. Сіздің ұстанымыңызды білеміз, қазақ аудиториясы дайын, қазақ аудиториясы тұтынуға да, қабылдауға да, тіпті қаржысын шығаруға да дайын дегенді айтып келе жатқан азаматтың бірісіз. Осы тұрғыда өзіңіздің тыныс тірлігіңіз туралы және ойларыңызды ортаға бөліссеңіз деп өтініш айтамыз. Ең алдымен біздің атамекен бизнес медиа холдинг, ол атамекен бизнес арнадан және инбизнес KZ порталынан тұрады. Қазір осы жерге қарасаңыз, енді біз бір ғана сурет осы жерде. Осы 2019 жылдың ең үздік материалдардың тобы қазақ материалдар бастап отыр. Қарасаңыз. Сонда осыны алсақ, енді YouTube-та қарасақ, мысалы біздің видео сюжеттерді
10 үздік тобының ішінде бір ғана материал орысша. Ол енді не мәселе? Қазір көпшілікте қазақ тілде ақылды материалдарға ұсыныс көп. Сапалы, сондай жақсы материалдар ұсыныс көп. Өйткені сен өзің айтқандай, қазір саны сапаға көшу керек енді. Соны мен де соны қолдап жатырмын. Енді мынаны бізге түсіндіріп айтып бере аласыз? Мына екінші, үшінші деп асты қызылмен сызылған материалдар не туралы материалдар еді? Ол бірінші, мысалы, ол әлеуметтік қолдау, АСП деген туралы. АСП бірінші. Екінші, ол мұғалімдердің жалақысы туралы, сосын үшінші, ол арыстағы апат туралы. Бұл енді қоғамда алаңдатқан мәселелер ғой, яғни жұрт іздей бастайды. Ал мысал үшін, бірақ ол қазақша. Мысал үшін жоқ, мінекей, акция нарығында болып жатқан жағдай, әлемдік жасанды интеллект, әріптестеріміз айтқан, немесе мінекей Жапонияның биржасы, немесе кеше Қытайдың биржасы құлап жатыр екен. Мына коронавирустың кесірінен деген жаңалықтар оқыла ма, қарала ма? Қаралады. Енді сіз өзіңіз байқасаңыз, мысалы, біздің интернет порталымыз бизнес экономиканы материалдарды ұсынады. Кәсібиленген. Бірақ біздің басқа қандай осындай нишевый бизнес порталдан қазақ материалдарды ұсынады. Қандай мысалы? Оны Курсив алсақ, Капитал, Forbes, LS мысалы. Байқасаңыз, тек қана біздің бизнес порталында қазақтың беті бар. Қазақ материал, тек қана қазақша жазылатын материалдарда. Яғни қорытындыласақ, жаңағыдай кәсібиленген, тіпті орыс тіліндегі сол мақаланың өзін көп адам қарай бермейтін дүниені қазақ тілінде де қарайды деген сөз ғой? Әрине. Рахмет. Енді біз енді тағы да енді біздің сөзіміз тек қана Астананың, Алматының әңгімесі болмасын деп, анау Шымкенттен, Отырар ТВ деген телеарнаның жетекшілерін осында шақырып отырмыз. Өйткені аймақтық баспасөз ол ерекше құбылыс. Біз білеміз, бір Шымкенттің өзіндегі баспасөз, Алматы, Астананың баспасөзінен көп жағдай болады. Аймақтың баспасөзінде Шымкент өзі бір бөлек тақырып, аймақтық баспасөздің тағы бір бөлек тақырып. Осы тұрғыда енді әрине біздер енді Әйгерім Жұмағұловаға сұрақ қоймасақ болмайды. Сіздің тыныс-тіршілігіңіз қалай болып жатыр? Шымкенттің мегаполис болғаны, басқа да жағдаяттар сіздерге Түркістанның бөлек облыс болғаны қалай ықпал етіп жатыр? Сол туралы өзіңіз айтып берсеңіз, жалпы аймақтық баспасөз, аймақтық теледидар не арқылы, ненің есебінен күн көріп отыр деген сұрақ. Баршаңызға саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Жалпы мен оңтүстіктегі өздеріңіз білесіздер ма, білмейсіздер ма, білмеймін. Отырар медиа холдингі бар. Сол медиа холдингінің тәжірибесімен бөлісуге келдім. Жалпы біздің медиа холдинг, өздеріңіз түсінулеріңіз үшін, біздің медиа холдингте 100-ге жуық адам жұмыс істейді. Оның құрамына телеарна кіреді, оның құрамына 2 газет кіреді, оңтүстік Рабат және Рабат. Сонымен қатар YouTube канал кіреді. Бүгінгі күнде 170 мың оқырманымыз бар. Мынау күміс батырманың иегеріміз. Оңтүстіктегі, егер қателеспесем, жалғыз шығармыз. Содан сайтымыз бар, және де әлеуметтік желідегі парақшаларымыз бар, бірнеше парақшаларымыз бар. Және медиа холдинг деп сол үшін өзімізді атадық. Енді бізде телеканал мемлекеттік емес, частный. 60% ол рекламадан келіп отыр доход, ал 40% ол жаңағы госзаказ, мемлекеттік тапсырыс. Және де енді бізде оңтүстікте қазіргі жағдай негізі жаман емес, себебі адамдар әлі ондай угроза дейді ғой, ондай қауіп жоқ, әлеуметтік желіге толық кетіп қалады деп. Оңтүстікте әлі адамдар теледидар көреді, әлі де газет оқиды. Сондықтан ол жерде ең бастысы ол жаңағы аудиторияның сенімін ұстап қалу, және рейтинг ұстап тұру, және сапалы материал ұсыну. Ол жерде бізде оңтүстікте сонымен қатар газеттерде өте көп конкуренция бар, бәсекелестік, 200-ден астам газет бар. Кім ерінбей, бұрынғы кезде кім ерінбейтін адам бәрі газет ашып алып, жаңағы мемлекеттік тапсырысқа қатысып, бизнеске айналдырып, метод вымогательства дейді. В общем, оның тарихы бөлек әңгіме. Және де өте көп адам сол газет ашты, және де енді болса бірінен кейін бірі сайт ашып жатыр да. Онда бір кемшілік бар. Ертең мемлекеттік тапсырыс бітіп қалса, бәрі жаңбырдан кейін шаң басылған сияқты өшіп қалады. Неге? Себебі олар ештеңкемен ешқандай бөлектенбейді басқа. Барлығы бір-бірінен қайталанады. Яғни, мысалы, жаңа қазақ тілінде контентте отырмыз ғой.
ақпараттық порталдар көп, бірақ бәрі бір-бірінен қайталайды оны. И оның көбісі орысшадан қазақшаға аударады. Ешқандай оқырман, біз негізі біздің аудиториямыз ол оқырман. Ешқандай оқырман күтіп отырмайды, қашан анау, допустим, отырар KZ қазақшаға аударады екен. Қашан қазақша версиясын береді, мен сол кезде оқимын деп. Никогда такого не будет, кешіресіздер. Оқырманды мен бірінші 5 секунд ұстай алдың ба, значит, ол сенікі. Яғни, оның подачасы, тақырып таңдауы. Және де мен қазақша аудиторияны көбейту үшін бірінші қазақша беру керек материалды. Кешіріңіз, осы жерде бір сұрақ қойсам бола ма? Осында отырған ағайынның біразы бір мәселеге үнемі ренішті. Алдымен бізге баспасөз баяны орысша келеді. Сосын біраз уақыт өте қазақ тіліндегі аудармасы ілесе келеді, оның өзі сапасыз деген әңгімені осында жұрттың бәрі айтады. Сізде енді оңтүстік аймағы енді қазақыланған аймақ дейміз, сіздегі жағдай қалай бұл тұрғыдан? Мен өзім оны отырардың алдында 3 жыл баспасөз қызметінде баспасөз хатшысы болып жұмыс істедім. Басында барған кезде мені прям тас лақтырып, жұмыртқа лақтырып, тухлый яйцо дейді, соны лақтырып, маған қазақша текстің жаман деп журналистер, блогерлер бәрі маған өте үлкен не жасады жаңағы. Жөнделдім. Біраз уақыттың талап бар жерде ұсыныс бар. Талап болды маған қазақша неге бермейсің бірінші, неге қазақша не емес. Мақұл дедім де, бүкіл нелер ақпараттардың бәрін бірінші қазақша таратып. Түсіндім, Әйгерім, сосын енді біз мына диджитал деп отырмыз ғой, яғни сандық жағын сөйтіп отырмыз. Сіздің шығарып жатқан өнім, теле өнім болсын, ютубта каналыңыз болсын, сайты болсын, сіз аудиторияны зерттейтін шығарсыздар. Мынау ішіндегі қанша пайызы жергілікті көрермен тыңдарман, ал республикада басқа да аймақтардан қосылып ата ма? Сол тұрғыда зерттеу жүргізіп көрдіңіздер ме? Және нақты деректерін айта аласыз ба? Неке Алматыдан осыншама адам көреді екен, Астанадан дегендей. Және ол кімдер? Қараңыз, бізде мен келген кезде, отырарға келген кезде көбісі ақпарат үшін айтып өтейін, 1 жылдан асты, кішкене асты. Және де бізде отырарда өте мықты журналистердің мектебі болды отырар. 27 жылдық тарихы бар. Қарап отырсам, действительно, жаңағы сюжеттері дайындаған ақпараттар өте жоғары деңгейде сапалы. Алайда, басқа интернет порталдар, басқа интернет нелер, мысалы, қазір бәрі Инстаграмда ғой. Қарасам, отырардың өзінің Инстаграмы жоқ, бар, бірақ онша не емес. Бірақ басқа Инстаграм парақшалары отырардың сюжеттерін алады, өздеріне подписчик жинап. Мысалы, Шымкент онлайн деген не бар бізде өте жаңағы не дейді ғой? Агрегатор ма? Несі оқырмандары көп. Парақша бар Инстаграмда. Бірінші кезекте мен юристерге айтып запрет қойып тастадым. Тыйым салдырып тастадым. Алмасын, бізден алмасын. Себебі кешіріңдер, әріптестер, 100 адам болып жұмыс істейсіңдер, бір сюжетті 8 адам жұмыс істейді, сендер оны бір теледидардан көрсетесіңдер да, оның рахатын басқалар көреді. Допустим, теледидардан өтеді кетеді, ютубта тұрады, біздің ютубтағы әлі оңтүстіктің халқы әлі онша үйрене бермеген. Бірақ дегенмен басқа пабликтер алады, ютубтан, сайттан алады, өздерін инстаграмға жарып, 200 мың подписчик, келген кезде 200 мың аккаунт, жаңағы публикацияларын 60% отырардың мақалалары ақпараты. Мен білсем, осы жиында авторлық құқық туралы айтып отқан жалғыз бірінші адам өзіңізсіз. Осы тұрғыда соттасқан, сотқа жүгінген жағдайыңыз болды ма? Юридический деңгейде бәріне запрет қойып тастадым, одан кейін ешкім алмайды қазір. Бәрі одан кейін олар өздерінің рекламаларын жариялап жүре береді. Ал одан кейін біз өзіміз уже жаңағы Инстаграмда өзімізді көрсете бастадық. Себебі біз оқырмандарымызға жұмыс істейміз. Себебі біз қай жерде оқырман бар, сол жерде жарнама беруші бар. Сондықтан біз жарнама беру үшін артынан жүгіреміз. Теледидарды көреді ма, теледидардан көрсетеміз. Паблик дейді ма, әлеуметтік желі дейді ма, ойға барамыз. Қазір бәрі блогерлерге кетіп қалды деп жатыр ма, мен журналистерге айтамын, блогер болыңдар. Ничего страшного. Дальше уже блогер ақшаны ояқтан табамыз. Тағы бір кәсіби сұрақ. Жарнама беруші. Артынан күтіп отырмайды. Қашан бересің сен, қашан оқырман жинайсың деп ешкім. Біз жүгіреміз. Бір сұрақ қойсам бола ма? Мінекей, жарнама біздің бюджеттің 60%-дай деп сұрақ қойдыңыз. Қазіргі Шымкенттегі жарнама беруші кім? Профилі. Мен атын атпай қойыңыз. Ол жеке кәсіпкер ме, қандай бизнес түрі деген? Бізде телеканалдың айтын ғой енді жаңағы әріптестер өте көп адам жұмыс істейді ол жерде. Бағдарламалар жасалынады, салалық бағдарламалар, медициналық бағдарламалар, Greenpeace говорю, Greenpost. СМС. Жаңағы экстренный вызов бар. Сондай салалы ата-анасыз 1 сағат деген секілді жаңағы бағдарламаларымыз көп. Және мысалы поликлиника келіп,
мен медикон деген медициналық бағдарлама бар, соның біз 1 жылдық спонсоры болайық. Себебі біз халыққа түсіндіретін нелеріміз көп, реклама жасағысы келеді, басқа қылғысы келеді. Сонымен қатар, мысалы, Водоканал бізде час без родителей, ата-анасы 1 сағат, соның 1 жылдық спонсоры болады. Там адвокатская бір контора келіп, жаңағы экстренный вызовтың спонсоры болғысы келеді. Сонымен қатар, әрбір ашылған бизнес ашылып жатса, оларға арнап бір бағдарлама ашып қойғанбыз. Open Шымкент деген 3 тілде, қазақша, орысша және ағылшынша. Сол жерде де мысалы біздің қазақша контентте жүргізетін бәрі бірдей жүргізіледі, сондықтан оқырмандар жақсы, қызықты жүргізеді. Оның бәрі сен қалай өзің ұсынасың оқырманға. Оқырман ешқашан қазір анау 56 минутта бір күшті нәрсе айтатын шығар деп күтіп отырмайды. Сразу қалай бересің, солай алып қалады, қабылдап алады. Түсінікті, рахмет. Сұрақтарыңыз болса дайындалып отырыңыздар. Енді осы жерде енді Шымкент деген атағаннан кейін осында Амангелді Батырбек деген азаматымыз отыр. Шымкенттегі жағдайды басқа тұрғысынан да көрсек білсек деген ұсыныс қой. Әбекеңе микрофон берсеңіздер, Әбеке өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз, анау мәселелерден құтылғаныңызға қуаныштымыз. 1 минут, одан көп болмаса, кішігірім нақты, егер жалпы ұсыныстарыңыз болса да қысқа нұсқа сөйлеуге тырыссаңыз, Әбеке. Айеке, кешіріңіз, сұрақ қандай болды жаңағы? Жоқ, мен сұрақ емес, үлкен мәселеден шешіліп жатсыздар. Бүкіл республика болып алаңдадық. Қазір жағдай не болып жатыр, қалай болып жатыр, сол туралы айтып берсеңіз. Құлағдар болып жүрейік дегенім ғой. Мынау жаңағы қазір осы 2019 жылдың ақырында президенттің 130-шы бапты декриминализациялау жасауға әуелі алла, содан кейін мен қамалған себеп болды деп ойлаймын. Ол негізі бұл баппен Қазақстан егемен алғалы бері мен осымен 4 рет сотталдым. 4-еуінде де үкім бұзылды. Бұл бап мүлдем қылмыстық кодекстен алынбай, біз осы айтқан әңгімеміз әңгіме, осы айтқан сөзіміз сөз. Ол бір орында тұра береді. Қашан бұл бап жаңа қылмыстық кодекстен алынып, одан кейін бар адамдарда шынайы журналистің шынайы ақпарат беруі сол кезде бар алға баса бастайды. Оған дейін сіз кешіріңіз, мынау жаңағы отырар несі ғой, отырардың құрылтайшысы кім? Мүмкін бе білуге? Содан берілді, яғни оның бүгінгі тақырыпқа не қатысы бар? Давайте біз бүгінгі тақырыпты қалай ақша табу, Әйгерім, сәл сақтаңыз. Әбеке, түсінікті сөзіңіз, мен сізге нақты жауап берейін. Мына 130-шы бап, осы жақын күндері парламентке еніп жатыр. Қылмыстық кодекстен алынып жатты, неге кетеді? Әкімшілік кодекске. Айыппұл қалады, бірақ айыппұлдың көлемі анықталады. Шегі болады. Мен осындай болу керек. Яғни әрбір журналист бұқара жаңағы ақпарат бергенде, ол міндетті жауапкершілік сезіну керек. Бірақ оны апарып түрмеге қамау деген, ол нағыз жабайылық. Қиянат қой. Жабайылық ол. Сондықтан бізде мысалы біздің жаңағы өзіңіз айттыңыз, оңтүстік Қазақстан облысында басқа жаққа қарағанда мынау жаңағы қазақ тіліндегі бұқарау өте көп. Алайда бәрі ақсайды. Мына қаржыға келген кезде бәрі. Жаңағындай құрылтайшылары, бақуатты адамдар олардың несі ұстап тұрады. Бізге өте қиын. Мысалы, мен Сарыағаш форумда осы жаңағы мемлекеттік тапсырыс алу үшін аштық, халық енді біліп жатыр ғой. Мысалы, былтыр 7 жасар бала туралының өзі ол үлкен нәтиже деп ойлаймын. Соған біз бас тіктік. Енді қарасақ, біз принципті түрде мемлекеттік тапсырыс алмаймыз дедік. Себебі сіз өзіңіз айтқансыз. Нанизм мен нанизм деп. Жаңа нанизмге түсіп кеткенбіз. Аудан әкімі 5 миллион теңге жаңа айтады, қатыс 5 миллионды ұтып ал дейді. Енді 5 миллионды ұтып алсақ, аудан әкімі ана жақ кетіп бара жатыр екен. Мына жерге келмей лента қырықты, сондай заказды орындауға тура келеді екен. Яғни біз оданда не сатсақ та өзіміз білеміз. Егер оқырманымыз жоқ болса, біз жабыламыз, ал оқырманымыз бар болса, біз қазіргі таңда ілдәләп күнімізді көріп жатырмыз. Ілдәләп. Әр шыққан газетте біз өзіміздің күніміз әлі көріп. Бірақ мақтанатын жағдай, біз шынайы информация жеткізуге халықта ешкім бізге кедергі келтірмейді. Әмин, солай болғай. Рахмет Әбеке.
Ал енді жаңа диджитал форматтар деп отырмыз. Енді біздің түсінігіміздегі, қазақтың дәстүрлі түсінігіндегі журнал деген әңгіме, ол қағаз күйінде болу керек, оны қонышқа салып ап, жайлауға барып жатып оқып деген сияқты түсініктеріміз бар еді. Мінекей бүгін енді диджитал формат дейді. Мен білсем, Ержан, о бастан осыған келдіңдер ғой, иә? Газет қып баспаға жүгінбейік, соны үнемдейік, осымен ғана таратайық деп. Осы диджитал тірліктерің туралы бір айтып берсең, жалпы оқыла ма журнал деген? Әлде баспа керек пе дегендей? Қайырлы күн, құрметті әріптестер, рахмет сөз бергеніңізге. Расында да бұл диджитал формат біздің ұғымға мынау тұтыну мәдениетін әлде ене қойған жоқ, бірақ 2010 жылдан бастап бүкіл әлемде үлкен трендқа, сұранысқа ие болды. Осы өткен жылға ең көп осы диджитал магазин, онлайн магазин дейді, соны тұтынатындардың ақш елі. Соны қарасам, былтырғы жылғы статистикасын, сауалнама жүргізілгендердің 40% осындай диджитал журнал тұтынады екен. Енді 21 жылы, келесі жылы бұл 2 есе артады деп отыр. Яғни үлкен бір дағдыға айналған. Бірақ өкінішке қарай бізде әлде болсын сайттан аса алмай жүрміз. Қазір енді осы жерде отырған әріптестеріме бір қысқаша 1 минут, 2 минут уақыттарыңызды алып көрсетіп өтсем, жалпы сіздерде бір түсінік болу үшін, бізде өткенде ашылған кезде бір ағамыз келіп айтады, сен журнал шығарып жатыр екенсің ғой, маған 1-2-ін әкеп тастасаңшы. Мен де соны иә, соны мен айттым да, бұл онлайн диджитал магазин Google Play мен App Store'дан тегін жүктеп аласыз да, оқи бересіздер. Бұл жерде жаңағы бағанадан бері айтылып жатқан бос ниша деген тақырып бізге де арқау болды. Біз біраз уақыт қарастырып келдік, қай жерге кірсек дұрыс деп. Бұл енді болашағы бар сала екен, осы бізге дұрыс деп біз осы салаға бет қойдық. Оның үстіне жаңағы бұл жерде көбінесе ескірмейтін дүниелер беруге тырысамыз. Сосын тағы да бір үлкен мәселе, ол мынау бағанадан бері айтып жатсыздар, бізде сапалы контент жоқ, сараптама жоқ деген сияқты. Біз осы мәселелерді қолға алдық. Оның ішінде жедел аналитиканы қолға алдық. Өткендегі мысалы ақш пен Иран арасындағы мәселеде мысалы 1-3 сарапшыны алып, сол күні сараптап бердік. Мысалы 3 тұрғыдан берген кезде, оны оқыған адам осы тақырыптан біраз ақпарат ала алады. Енді қазір мінекей интерактивті, өте ыңғайлы, қағаз тасып жүрмейсіз, бірақ көбінесе мына шетелдерде таблеттен оқылады, таблетке, iPadқа өте ыңғайлы. Бізде телефонмен оқығаннан сәл ыңғайсыздау болуы мүмкін. Жүктеп алып қарасаңыздар болады. Мысалы, мазмұны, сосын көбінесе жас сарапшыларды тартамыз. Сонымен қатар аудиосында қостық, кейбір жерлерінде видеосында қостық. Ұлыс, оң болсын. Бастапқы ұлыс сөзінің ұстын. Мысалы, жаңағы әртүрлі шулар бар, мысалы оқып отырғанда демалып отыратын деген сияқты бір жағы. Сосын нарықты да ойластырдық та, болашақта тек мына қазақ нарығымен қалып қоймайық, Орта Азия, сосын түркі әлеміне де шығайық деген болашаққа стратегияны құра отырып, осындай бауырлас халықтарында тілдерінде материалдар дайындап береміз. Мысалы, тақырып берудегі ерекшеліктер. Түсінікті, Ержан. Мен білсем енді онлайн журналға мақала жазуда, қағаз журналға да мақала жазуда екеуі де күрделі нәрсе ғой, бірақ енді ешкімді, Абай атамыз айтпақшы, өлеңді ермек үшін жазбаймыз ғой. Иә. Мына сіздің жобаның экономикасы қандай? Енді қазақша айтқан кезде қалай күнелтіп отырсыздар? Енді расы керек, бізге бір-екі жерге бардық, көбі жарнама әлде бергісі келмейді, әлде түсінбейді, бірақ шетелдік компаниялар мынаның форматы ерекше екен деп бір-екі компания ғана жарнама берді. Шыны керек, әлі күнге дейін мысалы өзіміздің қаражатпен шығарып отырмыз. Көп айтады, сіздерде бірінші жаңағы таралым, оқылым көп болу керек, онан кейін кем дегенде 1-2 жыл шығуларыңыз керек деген сияқты. Сондай талап ұсынады. Сондықтан негіз бізде жалпы мемлекетте мына стартаптарды қолдайтын, немесе жаңадан шығып жатқан онлайн медиаларды қолдайтын бір қолдау қорыма, қазақ медиасын қолдау қорыма, жаңағы жарнама мен жаңа медиаларды байланыстыратын, немесе жас медиа менеджерлерді оқытатын сондай бір қолдау қоры керек деп ойлаймын өзім.
Тағы да мемлекеттік болу керек па әлде басқа? Жоқ, мемлекеттік болу ол міндетті емес. Негізі жеке болған дұрыс қой, қоғамдық ұйым. Мінекей жаңа Асхат жаңа айтып кетті, иә, біраз жаңа сауалнамаға қатысқан азаматтардың біразы өзінің жаңа таңдауын ақшасымен қолдауға дайын дегендей. Сіздер мысалы үшін жаңағыдай донат енгізу немесе ақылы мақала деген нәрселерді енгізіп қызық үшін көріп көрдіңіздер ме, немесе бір шотыңыздың, мен жаңа сайтыңызды қарап шыққам, мінекей біздің шотымыз мынадай, жарнама берсеңіздер мынадай жерге дегендей дүниелеріңізді байқамадым сайттан. Иә, біз басында ойлағанбыз, бұл ақылы қылып істейміз ба деп. Иә. Сосын бір жағы жаңа Асхаттың айтқаннан кейін ойланып қалдым. Расында да біз кофе ішінде 500 теңге бере саламыз ғой айына. Айына мысалы 500 теңге деп қойсақ, бір журналды жүктеп алу. Оны болашақта іске асырамыз. Негізі бұл жердегі ең үлкен мақсат біз халықты кішкене үйрету, таныту, ол бірден Сіз аудиторияңызды шамасын білесіз ғой, иә? Мінекей Қазақстандағы қаншама адам көреді, шетелден, басқадан қарап жүр ма, біздің студенттер ме? Оқырманыңыз кім сонда? Біздің оқырмандар енді мынау интеллектуалдық, сараптамалық материалдардың әрқашан оқырмандар аз болады. Бізде 10-нан астам қазір елден бар, кіріп оқитын адамдар жаңағы. Негізі қайсысы? Негізі Қазақстан. Иә, басқа елдердің ішінде? Басқа елдердің ішінде Түркия бар, Әзербайжан бар, Қырғызстан, Өзбекстан деген сияқты. Олармен де олардың стратегиялық зерттеу институттарындағы мамандармен әріптестік орнатқанбыз. Иә, қазір. Негізі бізде бір естіліп жатыр. Дүние бізде жаңағы Ерекең сияқты адамдар көбейсе, бізде бұйырса осындай жаңа форматтағы медиа өнімдер көбейе бастайды. Бірақ бұл форматтағыларға біздің биліктегі регламентарда бұндай нәрселер жоқ. Ол жақта сен тендерге қатысу үшін сайтың болу керек. Бұны біз сайт ретінде тіркей алмаймыз, себебі ол жаңа дүние. Енді шетелде бұның қалай шығады? Медиа акселераторлар жасайды. Бізде қазір тек өкінішке бизнес акселераторы көбейіп кетті стартапта, бірақ медиа акселератор деген әзірге басталған жоқ. Яғни медиа өкілі, яғни Ерекең де түсінікті. Ерекең болсын, мен болайын. Біз ешқандай бизнес менеджмент білім оқыған жоқпыз. Біз қалай сауатты мақала жазуды оқыдық. Бірақ егер біз түсінеміз қазір қажет екенін, бірақ бизнестен келген адамменен медиадағы Ерекеңнің адамды қосатын, сол медиа акселератор алаңдары бәлкім бір шешім болуы мүмкін деген маған қазір ой келіп отыр. Сонда тест жасап көруге болады. Плейсмент қылып қоямыз ба бір жеріне жарнаманы, немесе жаңа paid subscription жасаймыз ба, немесе mailing list жасайды ма? Яғни ол гипотеза сол акселератор алаңы жасалса, медиа акселератор онда істеп көруге болатын сияқты. Мысалы, бұлай істеуге бола ма? Мақалаларды жаңа көлем ақылы түрде жариялауға, содан кейін вакуум тізіміне кіргізуге мысалы журналдар. Сондай мүмкіндік сұраныс көп болып жүр. Жоқ, ол онсыз да ғылыми Қойылды. Бізде онсыз да ғылыми журналдар көп, жалпы бұл батыста бар үлкен проблема. Ғылыми мақалаларды қазір ешкім оқымайды. Сондықтан бұны жаңағы қарапайым тілге, бұқараның тіліне айналдырып шығаратын балама журналдар бар. Мысалы, Science деп шықса, оның қоғамға арналған Public деп жеке шығады да. Сондай түрін жасауға болады мысалы. Түсінікті енді, иә. Мінекей 2-3 бизнестің 2-3... Жоқ, онда оқырман жоғалтамыз, оны ешкім оқымайды оған. Ержан, түсінікті, рахмет. Ал енді аудиторияға сұрақ болса, нақты қол көтеріп, нақты сұрақ қоюға өтініш айтамын. Мына жерге микрофон беріңіздерші. Иә, мінекей. Нақты сұрақ болса. Республикалық білім айнасы газеті, білім айнасы сайтының негізін болушының жаңағы Ержан айтқанда болса, екі сұрағымыз негізі ұсыныс шығар. Бұл қазақ аудиториясына шындап келгенде, қазақтар 7 сан деген жақсы ғой. Сол 7 санды ұстану керек сияқты. Неге деп айтып отырмын ғой? 6 жыл тегін жұмыс істеу керек, 7 жыл пайыз. Одан кейін кедейлікті үйреніп кетесің десің ба? Өзім айтып жатырмын, 6 жыл мен республика бойынша тегін жұмыс жасадым. Жаңағы сайтты қолдандым, расында да енді газетті ұстап тұру оңай емес, сондықтан мен сайтты қолдандым да видео жасадым. Өйткені бұрын телевидение істедім де, мына кісінің қолында істеген бұрын. Сол телевидение істедім де, соның бәрін қолдандым. Бірақ сол жұмысымның бәрі мен 6 жыл тегін ұстадым. 7-ші жылы, 6-ші жылдың соңында 11-ші айында пайыз шығарып, 15 күн неге деген сұрақ болды, 16-ші күннен бастап ақша төлей бастады. Сондықтан сол 7 санды ұстаныңыздар. Бәрекелді, баяғыда балгер туралы не бар еді? 35 жасқа дейін кедей өмір сүресің, содан кейін үйреніп кетесің деген сияқты болды. Негізінде бақты бағана айтып жатырмыз ғой, мемлекеттік емес бірдеме деп жатырмыз ғой.
Мен жалпы бар саласын үшке бөлемін. Байдың балалары, кедейдің балалары, интернаттың балалары. Байдың балалары ол жаңағы мемлекеттің қаржылатындар, біз сияқтылар кедейдің балалары, яғни өздерімен өздері тырысып көретіндер. Жаңа интернаттың балалары дейді да, жаңағы блогерлер ғой, әр жерде жүріп өзімен өзі ешкіммен анда-санда жаңағы байдың балалары мүмкін төлеп қоятын шығар, олар мынау өзіміздің балалар ғой, өзіміз сияқты төлеп қояйық. Абай атамыздың өлеңінде қате шығыпты деген бар ғой. Интернетте оқып жүр талай қазақ баласы дейді ғой. Сол сияқты болды. Сондай сөз бар. В общем, көңілді жұмыс істесеңіздер бәрі болады негізі. Әмин. Тағы да сұрақтар. бір ауыз қосып кетсем. Нақты, иә, сұрақ. Көзқарас емес, ұсыныс емес, сұрақ болса. Көріп отырмын. Здравствуйте, меня зовут Александр Аксукис, извините за мой русский. В оправдании могу сказать, что я күйеу балам, может быть, это смещает человека. Пайғамбар да күйеу баласын сыйлаған дейді. Я хотел сказать о том, что вы подняли классную проблему о том, как монетизировать контент, особенно на казахском языке. Все знают, что это большая проблема, особенно притащить рекламодателя. Мини-объявление. Уже в этом году в Казахстане запускается экосистема iTube, которая включает мессенджер, блог-платформу и видеоплатформу. Они заточены на казахский язык. Это на 100% казахстанские продукты, которые как раз будут помогать авторам монетизировать свое творчество. От автора требуется их контент, просмотр этого контента, а сама система уже будет вам платить, находить рекламодателей и платить вам за ваш контент в зависимости от количества просмотров. Спасибо. Спасибо за объявление. Сұрақ. Бізде қазақ тілі онлайн контент жасаушылардың ең үлкен қазіргі күнгі проблемасы ол негізгі тұтынушылары ауылда болғандықтан қазақ тілділерге мынау ауылда интернет желісі өте нашар болғандықтан. Мен өз жағымыздағы кез келген районға барамын, ауылдарына барасың, деген ғана ұстап тұрады, ол жерден мына сіздердің жасап жатқан жаңа дүниелеріңіз басқасы немесе мынандай газеттердің қысқаша ғана өздерінің бүгінгі мынандай жарияланды деген сияқты рекламаларын жіберіп халыққа өздерін таныстыруының өзі үлкен проблема. Сондықтан біздің ең бірінші проблемамыз ол ауылды жерлерге интернет жеткізу. Мінекей жаңа Асхаттың медиа акселератор дегені осыған келіп тұр негізі. Мынау жартылай қаржыландырылатын медиаларына мынау тәуелсіз медиалар жаңағы бәсекені тудыру үшін қазақ тілділерге олар алғашқы өздерінің рекламасын жеткізе алатындай жағдайды жасау керек деп ұсынысым. Түсіндім, сұрағыңызды түсіндім. Мен осында бір сұрақ етейінші. Жаңағы негізгі қазақ тілді оқырман ауылда деген пікірмен келісесіздер ме? Келісеміз. Әлде қалада да бар ма? Жалпы зерттеп көрдіңіздер ме? Енді қаншама адам қалаға да көшіп жатыр. Алматыда 2 миллион адам жүр, Астанада 1 миллион адам жүр дегенім ғой. Тағы да сұрақтар болса, нақты осы панельде тұр. Мінекей, мына жерге микрофон беріңіздерші қандасымызға. Артыңызда. Кішкене қаттырақ. Естілмей жатыр. Бір Ақсай Алтай Жамбыл облысынан аймақтағы тілші ретінде Әйгерім ханым, сіздің кейсіңіз өте қызықты болып тұр, әсіресе YouTube арнасына қатысты. Ондағы аудиторияларыңыз қандай, зерттедіңіздер ме, қандай тақырыптарды көтересіздер, қандай тақырып қызық аудиторияға және монетизация қалай болып жатыр ол жерде? Сол туралы айта кетсеңіз. Рахмет. Бізде YouTube бүгін монетизацияланған, табыс бар, бірақ жоғары деңгейде емес, әрине. Себебі 170 мың ол ондай миллионный оқырман емес. Алайда бізде жаңа телеканалда жасап жатқан дүниелердің бәрін YouTube-қа салып, жаңағы сол жерде қалдыруға тырысамыз. Ол жерде әдемі бөлек адам отырады. Ол өте жаңағындай ғой, көп жұмыс. Мысалы, YouTube-та ол просмотр жинау үшін бізде бүгін енді үлкен орташа былай көп жинадау деген просмотрларымыз 1 миллион 300 мың. Соның деңгейінде да ең үлкен. Бірақ біздің аймақта ол жақсы.
жақсы көрсеткіш. Әйгерім, сұрақты нақтыласам, мысалы үшін сіздің ютубыңыз белгілі бір қаражат алып келіп жатыр ма, және ол бюджетіңіздің қаншасы, қанша пайызын алады? Қаражат алып келіп жатыр. 1%, 2%, 3%. Бірақ өзі асырайды, себебі ютубта өзі 1-2 ғана адам жұмыс істесе күндіз-түні, сол адамның айлығын асырап отыр, жақсы асырап отыр. Және де ол деген тек қана былай сюжеттер салып отыру емес, оны әрқашан таргетке салу, оны просмотр, оны спонсор, оған постоянно өзің вложение жасауың керек, сол кезде ғана сен жоғары көрсеткішке жете аласың да. Сол үшін ол маманды, бір білікті маманды дайындау керек. Білікті маман дайындап отырып, өзінің көрсеткен, жасап жатқан дүниелердің бәрін әлемге, яғни теледидар енді көрсетіледі, кетеді. Сондықтан бүкіл болып жатқан дүние ол әлеуметтік желілерде қалдыруға біз тырысып жатырмыз, және де бүгінгі таңда жаман жетістіктерге жетіп отырған жоқ. Тағы бір қосымша сұрақ қоя салайын. Сіздің YouTube емес, Facebook'тағы, Instagram'дағы каналдарыңыз сіздің контентті насихаттауға қандай үлес қосып отыр? Жаңа айтқандай, басқаны Шымкент онлайнға тыйым салғаннан кейін бізде қозғұйрықтай подписчиктеріміздің бәрі өзімізге қайтып келді. Бізде бүгінгі таңда 2 паблигіміз бар, Отырар КЗ және де Open Шымкент. Біреуінде 70 мыңнан, және де екіншісінде 130 мыңдай подписчигіміз бар. Ол 1 жылдың ішінде жаман көрсеткіш емес. Және ондан да жарнама алып жатырмыз. Рахмет. Тағы да сұрақтар бар ма аудиторияда? Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Менің бірінші қоятын сұрағымыз, жалпы осы форумның түпкі идеологиясын зерттей келе, бақылай келе, ойға түйетін бір басты мәселе, бірінші неліктен ақш елшілігі осынша керемет форумды ұйымдастыруға көмектесіп отыр, неліктен қаржы мәселесі, неліктен әл-ауқат мәселесі осы қаншалықты медиа алаңға әсері бар деген мәселені түбінде зерттеу басты мәселе. Соның төңірегінде барлық біздің әңгімеміз өрбуде. 2-3 мың теңге ғана төлей алады, барлығы неге мемлекет тарапынан тапсырысқа мүдделі, неліктен нарықтың шектеулігі, оның барлығы түбінде бұл әлеуметтік әл-ауқаттың төмендігінде, нарықтың шектеулілігінде. Өйткені халықтың медиа, мысалы әлемдік деңгейдегі келетін болса, тегін ақпарат, түк ақпарат. Тегін ештеңе болмайды. Тегін оқылған мәселе, оның арқасында ешқандай бизнес жасауға болмайды. Ақпарат үшін төлеу қажет. Сол мәдениетті біз Қазақстанда, қазақ қауымының ішінде миымызға жақсылап сіңірген абзал. Екінші мәселе, біз қауымда негізінде экспорттаушы мәдениетті барынша қалыптастырған жөн. Біздің Қазақстанда 18,5 миллион халық, ол өте аз нарық. Аз нарықта үлкен ақша табылмайды. Ол екінші мәселе. Үшінші мәселе, біз ресми статистикалық мәліметтерге, сол мысалы айтты, статистикалық агенттік соны айтты, осынша экспорт болды, осынша инфляция болды, осынша деңгей, осынша жұмыссыздық деңгейі, сол айтылады, әрі қарай оны ешкім зерттемейді. Неге жұмыссыздық 4,5%? Ол кімнің арасында 4,5%? 20-30 арасында 45% ба, әлде 30% ба? 45 пен 50 арасында қанша? Оның бас елдер, Еуропа елдері жіктеп салады, әр жаста қандай? Инфляция, нанға қандай инфляция, наған қандай инфляция, оның барлық түбінде нарықтық экономиканың негіздері. Экспорт қандай елдерге экспортталады? 59 миллиард доллар экспорт дейді. Оның 95% шикізат. Сонда шикізатты емес өндірісте, экономикада жұмыс істейтін адамдардың саны қанша? Содан олар қандай пайда тауып отыр? Жұмыссыздық оған қандай әсер тигізіп отыр? Сол сараптау деген сол сіз айтқан мәселе, соның түбі сонда. Егер мемлекет бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары сондай терең сараптамалық мәселеге көз жүргізетін болса, жұмыссыздықтың түбі неде? Ол білімде. Білімді не үшін алу керек? Тегін алуға болады ма? Болмайды ма? Ағылшын тілін неге білу керек? Экспорттау үшін қандай мәдениет болу керек? Сондай мәселе түбегейлі, фундаменталдық мәселелерді егер бұқаралық ақпарат құралдары зерттейтін болса, біздің халықтың әл-ауқаты әрдайым өседі. Мемлекетке тәуелділік, жаңағы АСП-ға тәуелділік, немесе мемлекеттік тапсырысқа тәуелділік деген мәселе түбіне 0%-ға дейін жетеді.
сондай фундаменталды әлемдік нарықта, әлемдік саясатта, халықаралық экономикалық қатынастарға сондай мәселелерді түбінде зерттеу керек. Қазақ тілі ме, қазақ тілі емес пе, мемлекеттік тапсырыс қанша тілде шығады, оның қажеті не? Қазір әлемдік глобализацияда, бәсекелестік неде ол соншалықты маңызды ма? Алтай мырза, сондай маңызды, түсінікті маңызды, бірақ бәсекелестік экспорттық мәселені қандай ақшаның табу көзін мәселесіне бұқаралық ақпарат құралдары барынша назар бөлсе, сондықтан біз алда боламыз. Менің ойым сондай. Рахмет Алтай мырза. Нақты? Мен негізі ағылшын тілі маманымын. Нақты сұрақ қойсаңыз. Нақты ұсыныс айтқым келеді. Бұл псевдопатриотизм, популизм деп қабылдамаңыздар. Бұл нақты прагматизм деп ойлаймын. Әлемді көршілердегі бақ туралы айтып жатырмыз ғой, бәсекеге қабілетті деп. Кез келген бақ тілінің артында заң тұрады. Бізде де қазақ тілді журналистердің, қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарының шоқтығы биік болу үшін, бәсекеге қабілетті болу үшін бізге мемлекеттік тіл туралы заң қабылдау керек деп ойлаймын. Және осы қабылданса заңдық тұрғыда, онда мына тәуелділіктің бәрі кетеді да, ел мемлекеттік тілге, мемлекеттік тілді баққа тәуелді болады. Сондықтан мына Қазақ форумының бір мынандай ұсыныс жасаған келеді. Қазақ форумға қатысушылар 250 адам қатысып отыр деп отыр ғой. Қатыспай қаншама мыңдаған қазақ тілді журналистер бар. Қалада болсын, ауылда болсын. Солар осы біз қазақ тілді журналистер бір азуын көрсетсе деп ойлаймын да, бір нақты мемлекет тіл туралы, заң туралы ақын жазушылар, солар ғалымдар талап етіп жатыр. Ал енді бұл ана тіліміз қазақ тілі тек қана жаным, жүрегім деп жалаң сөз емес, ол нан ғой. Сондықтан нанымызды мемлекет тіл туралы заңды қабылдап сол бір тудың астына жиналса деген ұсыныс енді. Рахмет. Мына жақта 2-3 адам қол көтеріп отырады, қыздар микрофон жеткізсе. Ар жағында. Ұзақ болды. Бір сұрақ. Мен бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс істедім, бірақ ешқайсысы өзін-өзі ақтай алмайтын, өзіне кеткен шығындарды. Қанат мырза, сіз айтсаңыз, Атамекен медиа холдингі қаншалықты өзінің шығыстарын ақтап отыр? Кірістеріңіз, шығыстарыңыздар қаншалықты жоғары? Енді шынымды айтсам, убыточная компания бізде. Дұрыс. Бірақ оның жарысы мысалы 30% ол мемлекеттің тапсырыс, сосын нарықта біз табатын жарнамадан ақша, бірақ сосын біздің акционеріміз қолдап берген қаржы бар. Бірақ шынымды айтсам, бизнес, экономика, контент ол өте сондай не, қандай қымбат нарық. Қызықтыратын емес, сияқты мысалы қазақтың қыздары, қазақтың намысы, сен бағана айттың ғой, біз қазақпыз деген сондай контент емес. Ол өте ақылды, сосын оның тұтынушылары да аз. Сондықтан бізде қазір қалай тағы қандай ақша табатын жолдар бар екен, мен қазір тыңдап отырмын, мысалы подписка, сондай жолдар бар шығар деп, бірақ біз оны да талқыладық. Әлі біздің нарығымыз әлі дайын емес. Біз қазір айтып жатырмыз, мысалы 2000-3000 теңге төлеуге дайын. Ол айна, да? Мен түсінішім, ол айна ғой, айна. Бірақ сен де бағана айттың ғой, қоғамдық арна құру керек, қоғамдық, общественное телевидение деген. Соғанда ақша төлеу керек, біз бүкіл әлемде төлейді, бірақ жоқ, халық төлеу керек қой, қолдау керек. Сонда қараңдар, қоғамдық арна, сосын бізде сол арналарға интернет сайттарға ақша төлеп отырмыз. Мысалы мемлекеттік арналарды, мемлекеттік сайттарда алсақ, біз соған төлеп жатырмыз. Біздің налогтың ішінде бәрі сол ақша ғой. Енді сол өте күрделі мәселе. Рахмет, сұрағыңыз, нақты сұрақ қойсаңыз осы. Мен кешірімді дауысының барысын төлеуге... Ештеңе етпейді. Мен төлеудің барында қолда бірінші. Соны... Алтай Әбибулаев деген азамат. Лоббизм деген бар. Лоббизмнан неге қазақстанда журналистер өз дауысын көтеріп, сұхбат жоқ, ұсыну керек парламентке. Сондықтан мінекей оқығасы бергенде де шетелге болашақ болсын.
МГУ болсын, қайсы болсын, қазақ тілін білесің бе, бара қойыңға. Қазақ тілін нан сұрап жегіші ғана емессің, әдеби тілде деп айту керек, солай ғой бұл. Сондықтан сондай бір заң жобасын жасап, қол қойынға осы жерде қазақ тілді осы жерде. Бір ғана ұсыныс бар. Егер бір ортақ мәтін болса, осындағы 468 сайт бірінші бетіне әлгі ұсынысты жарияласа, ол жұрт көреді оны. Тағы да мына жақта сұрақ қоюшы бар екен. Сәлем, Сағындық Баубек, партия KZ сайты. Менде бір мынандай бір сұрақ бар. Соңғы кезде байқап жүрмін. Кімге? Соңғы кезде байқап жүрмін, Дебилыч сияқты, Информбюро, Тестеп сияқты сапалы сайттар өзінің қазақша редакциясын ашып жатыр. Осы тенденция, осы бір жасалып жатқан дүниелер мүмкін қазақша журналистиканы, қазақ тіліндегі медианы сапалы және материалдық тұрғыда дамыта ала ма? Осы тенденция қалай жүру керек деген сұрақ. Асхат, енді медиа тренер жалғыз ортада өзіңсің енді. Балабек, рахмет. Негізі жас сондай өте қызық тенденция байқалып жатыр. Қазір Информбюро, Тенгриньюз, Нұргезет бар, The Village, The Step деген әу баста орыс тілді аудиторияны негізгі көзі деп көрген медиа ұйымдар қазір қазақ тілінде өзіндік контент жасай бастады. Сөзсіз бұлар да бұны бизнес тұрғысынан көріп отыр деп санаймын өз басым, себебі олар қазақ тілді аудиторияны да тарту үшін немесе мемлекеттік тапсырысқа бәлкім үлгі үшін де болуы мүмкін, бірақ сөзсіз бұл тенденция белгілі бір деңгейде қазақ тілі бізге қажет екен дегенді ұқтырып отыр, сондықтан мен қосып отыр. Енді өзім жеке көзқарасым, егер онлайн медиа неге KZ сияқты немесе ұлыс KZ сияқты өз алдына төл тек қазақ тілінде шықса, оның мүмкіндігі бизнес жоба ретінде әлдеқайда көбірек болатын сияқты. Себебі қазақ тіліндегі контенттер, мәселен Информбюроның болсын, Тенгриньюстың болсын, ол өз алдына төл контент жазғанның өзінде бәрібірде бір доменде тұрғаннан кейін Тенгриньюстың ішінде немесе Нұрдың немесе Информның немесе The Village'ның ол бәрібірде орыс тілді контенттің көлеңкесінде тұр деген түсінік болады. Сондықтан қазақша жоба контент сатам десе, онда өз алдына төл доменменен басқаша бәлкім атпенен жасаған әбден дұрыс сияқты деп ойлаймын. Бұл жеке өзімнің қазіргі көріп отқан дүнием. Себебі ол бойынша статистика жүргізгенге жеңіл, стратегия құрғанға жеңіл, себебі месседж бір емес, қазақ аудиторияның ішкі құндылықтары белгілі бір деңгейде қоғамда үйлесім тапқанменен, орыс тілді аудиторияменен түптеп келгенде қазақ бүгінде көріп отырмыз, негізгі құндылықтар, негізгі біздің іштегі мұң-зарымыз, ниет-тілегіміз сәл пәл болса да ерекшеленіп отыр. Әйгерім, сіз келісесіз бе? Енді басқаша пікіріңіз бар ма? Сізді тілдік баланс қалай жағы? Қазір қазақша көп таратасыз, орысша болып кете ме? Әлде Шымкентте орыс тілінде ұмытып кетті ме қалай? Айтып отырмын ғой, бізде контенттің 60% қазақша. Рахмет. Тағы да мына жерде бір-екі адам қол көтеріп отыр еді, иә. Қысқа нұсқа, бізде 5 минуттық уақытымыз қалды, ардақтағайын соны. Есімім Олжас Айтқалқұлы, Түркістан қаласынан сабақ журналын келіп тұрмын. Жалпы негізгі сұрағым, жаңа Асхат Еркінбайымыз осы сахнаға шығып презентация көрсеткеніңіз медиа сауат деген бар еді. Бірақтан ол медиа сауаттың ішіндегі нақты ақпараттар айтылған жоқ. Қазір номері бірінші сайттардың өздерінде жаңа сауатсыздық деген жетеді. Байқап қарасаңыздар, стан болсын, басқа болсын, мысалға, ол ақпараттарды басқа бір ақпараттарға сілтеме жасайды, бірақ өңдеусіз жібереді. Аудармалары да шала-шарпы болады. Сол туралы айтып берсеңіздер, мысалға, енді Әйгерім ханым сізге айтсам, осы корректорлық жұмыс сайт барысында нақты атқара ма? Сондай екінші сұрағым, осы хабар беру барысындағы ирония, сатира, шымшыма сөздер не үшін қолданылмайды? Рахмет. Нақты сұрағыңызға да рахмет. Ирония, сатира, шымшыма сөздер ол әр редакцияның өз жеке ісі. Егер қолданам десе қолданады, қолданбаймын десе қолданбайды, в принципе. Ал корректор бар ма сіздерде? Корректор, енді мен жаңа айтып өткендей, бір сюжет жасау үшін 8 адам жұмыс істейді. Ол оператор, ол журналист, ол монтажер, ол водитель, ол выпускающий редактор және де главный редактор. Сондықтан ол бірнеше этаптан өтеді да, біз деген жаңа қарсы болып отыр ғой, әлеуметтік желіде көп ақпарат шығып кетеді деп шыға берсін, ол шыққанды жақсы қайта. Бірақ сенімді ақпарат кімде болады? Сенімді ақпарат ол жаңағы доверие, сенім бар ақпараттық порталдарда болады. Оны бірінші жаңа сол оқырмандардың сеніміне жұмыс істеу керек деп ойлаймын мен өзім жеке.
журналистиканың жаңа заңнан шықпай заңның аясында қызықты қылып кез келген тақырыпты қызықты қылып беруге болады. Және де госзаказға қарсы тұратындарды да мен түсінбеймін. Госзаказ ол біздің ақшамыз. Бірінші кезекте. Ешқандай да, допустим, госзаказ аласың ба, бітті сен әкімге жұмыс істейсің, сатылып кеттің, мемлекет, ол деген өзіміздің мемлекет, ол деген өзіміздің әкім, ол біз деген өзіміздің қала мысалы. Ешкім де өз қалтасынан, өз айлығынан сендерге бізге ештеңе беріп жатқан жоқ. Ол деген мемлекеттік тапсырыс. Ол деген жаңағы мемлекеттік реформаларды тұрғындарға жеткізу үшін, жаңағы АСП қалай алу керек, қайға бару керек, ол деген тұрғындардың сауатын ашу үшін. Ау? Реально? Сіз дауласпайықшы қыздар. Жоқ, мен бұл жерде ешқандай ештеңе доказывать етпеймін, және де нетпеймін. Сіздер просто біздің контентті ашып қараңыздар. Ол жерде мысалы бүгін мемлекеттік тапсырыс аясында АСП туралы ақпарат берсек, ертесінде ол әйелдер келіп, соңға келіп шу шығарды. Оны біз мемлекеттік тапсырыс алып отырмыз, бермейміз деп айта алмаймыз. Себебі мен ондай звондайтын проблемалар болады, оны часто көп болады. Біз беріп отырмыз ғой. Түсінікті, Әйгерім ханым, рахмет. Мына жақта тағы бір сұрақ, сосын ақырындап тамамдасақ. Нақты сұрақ қойсаңыз. Біздің медиаға өте тамаша тақырып, тамаша контенттерді қалыптасып жатқанды білеміз. Десе де біздің медиа контент қаншалықты деңгейде қорғалған, қаншалықты деңгейде біздер өзіміздің контентімізді қолдаймыз, және дата центрлер қалай жұмыс істейді, біздің контентімізді қолдайтын серверлер қаншалықты қауіпсіз деп айтамыз. Өте жақсы сұрақ, рахмет сізге. Негізі дата құқық, digital rights деген бөлек қазір сала бар. Бізде өкінішке қарай қазақ тілінде ол туралы көп әңгіме қозғап жатқан жоқпыз. Біздің жеке бас мәліметтеріміз электронды нұсқада барлық жерде жүр, және ол шынымен де қай мекеменің серверінде отыр, және ол сервердегі оған жауап беретін маман қаншалықты білікті, ол байқамай бір кнопканы басып алып өшіріп алса, біз бүкіл мәліметіміз не болады деген сұраққа заң жүзінде де әзірге ешқандай жауап жоқ, және біздің флешкадағы электронды кілттеріміз де әрбір жерде шашылып жатыр. Бұл өз алдына әрине бөлек, оған бөлек бір жиын керек. Ол digital rights, яғни біздің цифрлы құқығымыз қаншалықты қорғалып жатыр деген. Енді контентке келсек, жаңа медиада электронды контент сіз интернетке бергеннен кейін ол жердегі сөзге сіз арға ие бола алмайсыз. Бұл бұлжымас өзінің заңдылығы. Интернетке түскен дүние сіз жасаған, әрі қарай оны өмірі қалай жалғасы табатыны өкінішке қарай біз шешпейміз. Оны әрі қарай аудитория оны өзгертуі мүмкін, оны мемге айналдыра ма, жоқ әлде оны сәнге айналдыра ма, біз оны жасай алмаймыз. Бізде заң бойынша авторлық құқық мәселесі бар. Ол жаңағы сіз айтып отқан контент мәселесі. Қорғау ол тікелей басшылыққа байланысты болады. Егер басшылық тікелей тіркелсе, заң ретінде оны талап ететін болса, Әйгерім ханым сияқты, ол кезде ол медиа ұйымның контенті әрине ол белгілі бір деңгейде қорғалды деуге болады. Екінші бір техникалық аспектісі, егер парсинг жасайтын немесе жаңағы скрейпинг дейді, интернеттегі бүкіл дүниені жинақтап отыратын ұйымда маман болатын болса, әрине ол бірден анықтай алады. Яғни біздің сайттағы мына бір сөйлемді мына бір жер көшіріп басыпты деп бірден анықтайтын технология жасауға болады. Бірақ заң аясында біздің жаңа цифрлы сауат құқықтарымыз ондай әзірге біз енді ол туралы әңгіме айтып бастадық, және рахмет осы әңгімені айта бастағаныңызға. Жаңа Олжас та өте жақсы сұрақ қойды. Бұл жиынға мені негізінен онлайн контент шақырғаннан кейін Олжас мен медиа сауат туралы айтқан жоқпын, бірақ жаңағы неге кірсеңіз, зерттеудің сілтемесіне кірсеңіз, біздегі медиа сауат қандай дегенді көреміз, және өкінішті жағдай, ол жерде бір сұрақ болды. Егер сіз интернеттен күмәнді, күдікті ақпарат көрсеңіз, әрі қарай не істейсіз деген. Көпшілік бөлігі ештеңе істемеймін деп жауап берді. Яғни әрі қарай оны тексерем, немесе оны жоқ, ол дұрыс емес деп басқаға айтамын емес, яғни игнор, яғни бұл ең қорқынышты жағдай, яғни бейжай қалу деген нәрсе. Бұл тек Олжас Қазақстанда ғана емес, дүние жүзіндегі бар тенденция, соған байланысты бізде факт-чек қалыптасып жатыр, қазір фейк ньюс деген ақпарат ұғымдар шығып жатыр. Бұл біз қоғам болып, жұмылып, жұдырық болып жұмыс істейтін нәрсе. Бұл жаңағы кісінің айтқан білім мәселесі, медиа сауатты балабақшадан бастау, сыни ойлауды үйрету, көрінген нәрсеге сенбеу. Бірақ қазір өкінішке қарай сондай қорқыныш жағдай. Біз егер ақпаратты көрсек, күмәнді, күдікті, оған ештеңе істемейді. Ең болмаса бұл дұрыс емес деп WhatsApp-та келгеннің өзіне ағайын, мынаны жібере бермеңдер, мынау дұрыс емес екен деп кері жауап та жазбайды екенбіз. Әлеммен қатар дамып жатыр екенбіз, шүкір енді. Соңғы сұрақ. Сұрақ емес, негізі Ернат досымның ұсынысына бір пікір айта кетейін.
Біріншіден, журналистер айтыңыздаршы, қайсыларымыздың әлеуметтік жағдайларымыз жасалған? Ешқайсымыздың әлеуметтік жағдайларымыз жоқ қой. Бастарыңызда баспана бар ма? Жоқ. Зарплаталарыңыз 150 мыңнан аса ма? Жоқ. Ендеше бізден не талап етесіздер? Қарапайым мен айтайын. Мен мысалы мынау орталық коммуникациялар қызметіне барған кезде спикерге айтамын, қазақша сөйлеңізші деп. Сол сөзім үшін маған қазкомитеттің басшысы шығады, сен кімге қазақша сөйле деп отырсың деп. Мысалы осындай жерде сіздер не жасаймыз деп отырсыздар. Мысалы айтайын, мемлекеттік тіл мәселесі бойынша мына жерге сіздер емес, анау отырған кеңседе отырған баспасөз хатшылары келу керек еді. Соларға тапсырма берілу керек еді. Сендер бірінші мемлекеттік тілде пресс-релиз дайындаңдар дейді. Сол кезде егер біз сол бірінші келген пресс-релиздің жарайды оның қате матесіне қарамай-ақ бірінші салмасақ, сосын кейін бізге әңгіме айтуға болады да, ал әйтпесе ана жерде бірінші орысша. Мысалы мен мынандай ақпарат естідім. Енді оның өтірікшінің тексерген жоқпын әлі. Егер мемлекеттік мекемеге орыс тіліне мысалы министрлікке дейді, Ақордадан орысша хат келсе, қазақша жауап берсеңіз, унижение болып есептеледі екен. Ал егер министрліктен орысша хат келсеңіз, қазақша жауап берсеңіз, ол қалыпты жағдай. Ал осындай мемлекетте отырып, сіздер журналистерге әңгіме айтқыларыңыз келеді. Ең бірінші журналистер жағдай жасаңыздар, сосын кейін барып журналистерден талап етіңіздер. Осы тұрғыда бір ұсыныс айтқым келеді. Негізі біз оңтүстіктегі журналистер бәріміз тығыз араласамыз, бәріміз тығыз жұмыс істейміз. Сол жерде біз жаңағы бәріміз топтама бір хат жазғымыз келген негізі президент әкімшілігіне журналистерге статус беру үшін. Себебі журналистер мемлекеттік очередке тұра алмайды үй алу үшін. Журналистердің бір толыққанды бір статусы жоқ. Сол журналистерге бір статус беру үшін біз сондай ұсыныс жазғымыз келіп отыр. Ерболат, бір сұрақ қысқа нұсқа. Қысқа нұсқа енді жаңағы тұрғы баспасөз хатшыларына тапсырма беру керек басқа деген сияқты. Біз осылай сәл-сәл түсініктен алуымыз керек сияқты, кешірім сұраймын. Бірінші кезекте релиз әрқашанда екі тілде жүреді, ол қазақша және орысша. Жеке өзіміз мысалы министр, білім және ғылым министрлігі. Мүмкіндігінше бірінші қазақшаны жібереміз, тіпті оны казаховедке былай айтқан кезде тексеріп аламыз, сапалы шығу үшін, тіпті тақырыбын жасап береміз. Бірақ көп жағдайда енді ренжімеңіздер, орыс тілді сайттар бірінші басып шығарады, тіпті қуанады сенің бірінші жібергенің үшін рахмет айтып жатыр. Тіпті 10 топик жіберсең, соның 10 да шығарады, қазақ тілді сайттар оны 3 күннен кейін, 5 күннен кейін тіпті сұрасаң, 10 теңгеге шығарамыз, ол не туралы деп өзіңе сұрайды. Керісінше қарасаң, Тенгриньюс немесе Информбюроға қарасаң, оның сәйкесінше просмотры қаралымы соған сәйкес көп те болады. Дәл сол біздің берген релиз бойынша. Бұл жерде проблема немқұрайлық деп ойлаймын, яғни ақпаратты дұрыс қандай білмеу, сосын аудиторияны не қалап отырғанын білмеу, және аудиторияның кімдер екенін түсінбеу. Яғни кімге ақпарат беріп жатқанына мән бермеу. Сәйкесінше мен ойымша, мысалға Қазақстанда егер 3 миллион, 3,5 миллион оқушы, немесе 500 мың мұғалім, сонымен қатар 500 мың студент және ата-аналар бар деп айтатын болсақ, білім саласы бәрінен маңызды. Бірақ біз көп жағдайда қараймыз, көбісінің интерес құрғанын байқамаймыз. Сәйкесінше олардың оқылымдары да көп болады. Мысалы, Ztep деген сайт бар, орыс тілінде жариялайды. Сәйкесінше олар лайфхактар көбірек жасайды, а результатында көбірек студенттер оқиды. А қазақ тілінде біз аз байқаймыз. Проблема менің ойымша аудиторияны зерттемеу, не беретінін түсінбеу. Сосын кейін жай ғана сол біз бұрынғы түсініктен сәл-сәл қалуымыз керек сияқты. Яғни Ақорда орысша жіберіп, сен қазақша жауап беру, унижение деген ол өтірік, мен ондай ақпаратты шынын айтсам, естімедім, біз әрқашанда хаттарға жауап береміз. Бірінші кезекте мүмкіндігінше қазақша жауап берді. Бұл қазір заңмен бекітілген және акцент қойылған. Біз яғни сәл-сәл осы түсініктен кетіп, менің ойымша, сәл сол аудиториялармен жұмыс істеу керек сияқты. Ертең жаңа бір азамат қойып отыр, мына жерде сұрақ қойды. Информбюро, Тенгриньюс, немесе тағы басқа сайттар, орыс тілді сайттар. Қазір қазақша бөлімдерін жақсылап дамытып жатыр мысалы. Сәйкесінше біз жұмысты көріп отырмыз. Яғни ертең осылар нарық тегерген кезде тағы да проблема екі тұрақта басталады. Қазақ тілді сайттар үкіметке барады, ақша сұрап бастайды. Бұл екі. Үшінші мәселе. Қазақ тілді сайттар сапалы контент жасай алмайды деген өтірік сөз. Азаттық рухы деген сайт бар мысалға. Екі тілді, на самом деле екі тілді, қазақша және орысша. Бірақ қазақшасы олардың тем орысшадан маттырақ жұмыс істейді. Себебі запростар жақсы береді, себебі журналистер дұрыс сұрақ қоя біледі, дұрыс жаза біледі, және аудиторияны жақсы біледі, қандай проблемалар бар екен, қандай мәселе бар екен. Проблема жүрді, зерттей алмау және немқұрайлы. Ол осыған Рахмет, өте эмоционалды баяндама болды. Жоқ, енді уақытымыз да келіп қалды. Жоқ, уақыт бар ғой, әлі сөйлесеміз ғой. Әлі қазір обедтің кезі бар, енді уақыты келді. Енді тәртіп сақтайық та.
Ал енді ағайындар, уақыты сессияның жабылатын уақыты келген екен. Біріншіден қатысып отқан спикерлерге рахмет айтайық. Табыс тілейік, монетизация тілейік. Шынымен де біздің қоғам өзінің таңдауын өзі төлеуге, оның таңдауының соңына дейін қызығып, ізденіп, талап етіп, журналистке де, қоғамға да басқасынан талап қоятындай жағдайға жете берсін. Біріншіден, екіншіден, енді біздің осы диджитал тақырыбында бұрын таңсық нәрсе болатын болса, кәсіби әңгімелердің айтыла бастағаны, кәсіби сұрақтардың айтыла бастағаны бізді қуантып отыр. Сөзсіз осындай жылдан жылға өркендей берейік, табыспен, жақсылықпен кездесе берейік. Рахмет.